Фәжр сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Таң шапағына серт, және мүбәрәк 10 түнге серт, жұпқа және таққа серт, соңына қарай ағып бара жатқан түнге серт. Қиямет сөзсіз орнайды. Міне, осынау анттарда сауақыл иесі үшін мықты дәйек бар емес пе? Раббыңның ат қауымына не істегенін көрмейсің бе? Еңселі ғимараттар тұрғызған, аңсағай бойлы, ірі денелі күш қуаты тасыған Ирам халқына не істеді? Ол аймақта ондай аңсағай бойлы, ірі денелі, күшті халық жаратылмаған еді. Сонда олар Алланың азабына қарсы тұра алды ма? Ал Уади жерінде биік жартастарды үңгіп берік үйлер салған Сәмуд қауымына не істеді? Сондай-ақ берік қорғандары бар Перғауынға не істегенін көрмейсің бе? Бұлардың бәрі өз елінде барынша азғындап, шектен шықты. Жүрген жерлерінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасауды үдете берді. Соның нәтижесінде Раббың олардың төбесіне азап қамшысын жаудырды. Шүбәсіз, Раббың үнемі бақылауда, және құлдарын берген нығметтермен сынап бағуда. Ал адам баласы болса, Раббысы оны сынау үшін нығметке бөліп жарылқаса, Раббым мені осынау нығметтермен сынап жатқан шығар деп ойламастан, өзін соған лайық көріп, Раббым мені нығметке бөлет деп масаттанады. Сондай-ақ керісінше, оны тағы да сынау үшін ризық несібесін тарылтар болса, Раббым мені жоқтықпен сынап жатқан шығар деп ойламастан, өзінше налып, Раббым мені қор қылды деп айтады. Жоқ, олай емес. О адамдар, шындығында сендер жетімді елеп ескермейсіңдер, жақсылық жасамайсыңдар. Бір-біріңді, міскіндердің қарнын тойдыруға құлшындырмайсыңдар. Адал арам демей, өздеріңе немесе өзгелерге тиесілі мұраны жейсіңдер. Мал дүниені өлгенше жақсы көресіңдер, әрі үйіп төгіп жинайсыңдар. Жоқ, сендер істеу керек болған іс бұл емес. Күндердің күнінде жер беті қатты сілкініп, ойран топыры шыққан кезде, Раббыңның жарлығы келіп, періштелерде қаз-қатар сап түзеген күйде келген кезде, сол күні жалынатқан жаһаннам әкелінеді. Және сол күні адам баласы бәрі есіне түсіп, ақиқатты толық түсінеді. Алайда ол күні ақиқатты түсінгеннен, бармақ шайнап өкінгеннен не пайда? Қабат деген ай, дүниеде жүргенде осынау мәңгілік өмірім үшін дайындық жасасам етті деп ақырады. Сол күні Алла көрсеткен азапты ешкім ешқашан көрсете алмайды. Сондай-ақ Алланың матап байлағанында ешкім еш уақытта байлай алмайды. Уа, Аллаға иман келтіріп, құлшылық етіп, дұға етіп, жаны жай тауып, көңілі орныққан жан, Раббыңа қайт. Сен Раббыңнан, ал Раббың сенен разы болған күйде. Қане, маған құлшылық етіп, ең асқақ мәртебеге жеткен хас құлдарымның қатарына сен де қосыл. Сөйтіп, жәннатыма кір.